Сәлем құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз отбасы және демографиялық өзгеріс тақырыбында және де түсіндірмелі салаластың түрін өтетін боламыз. Бұл түсіндірмелі саласты өтудегі мақсатымыз саластың осы түрімен танысу және де кітабымыздың соңындағы аудиомәтіндерді талдап, саралап және де осы саластың қызметін түсіну. Және де бұл жерде талқылайтын негізгі тақырыпша бұл демография ұлт тағдыры. Демография, яғни халықтың саны, және бұл халықтың санының артуы, яғни ұлттың болашағына ол өте үлес көп алып келеді. Және мұндағы грамматика бұл түсіндірмелі салаластың белгілері. Түсіндірмелі салалас дегеніміз жалпы белгілі бір мысалы салаластарда екі сөйлем болады ғой. Оның біріншісі міндетті түрде оқиғаның баяндалуы көрсетіледі, ал екінші сөйлемде сол оқиғаның қалай баяндалғандығы сипатталады. Және де бұл түсіндірмелі салаласта тағы бір ерекшелік, бұл ыңғайлы салаластарда және әрі даде деген жалғаулықтар болса, бұда ешқандай жалғаулықтар қолданылмайды, бірақ сөздер қолданылады. Сондай, соншама, мынадай деген сөздер қолданылады. Қос нүктемен айырып алуға болады басқа салаластардан. Және де осыған түсіндірмелі саласқа өзіміз бір мысал келтіріп көрейік. Бұл төмендегі 3 мысалдан бөлек. Мысалы, ауылды су алып кетті, біреуі тауға қарай қашты, біреуі қырға қарай жүгірді деген сияқты мысал келтіретін болсақ, бұл кезде мысалы соңғы екі сөйлем, біреуі қырға қарай қашқандығы, біреуі тауға қарай қашқандығы. Бұл сөйлем, бұл бірінші сөйлемді бастапқы ауылды су алып кеткендігін түсіндіріп тұр, яғни. Енді достар, біз келесі тапсырмамызға назар аударайық. Кітабымыздың 128 бетінде 13-ші аудиомәтін тұр. Әр отбасы өзінше бір мемлекет деп басылатын мәтінге көз жүгіртсек, және де осы сұрақтарға жауап берсек. Бірінші сұрақ сіздерге: мәтін кейіпкері кім? Отбасылық ұстанымы қандай? Бұл сұраққа мысалы есімні, жаңағы анамыздың есімі берілген, 10 балалы ананың есімі осындай да осындай. Осынша жаста, және де ұлы осынша қызы бар деп. Осылай қысқа қайырсақ болады. Екінші сұраққа келер болсақ, көп баланы асырай алмаймыз дегенге жас отбасылардың айтар уәжі қандай дейді. Уәж деген бұл жерде повод, яғни причина, белгілі бір себебі қандай, ол отбасылардың айтар себебі қалай деп келтірсек. Және де үшінші сұраққа да көп баланы отбасында өскен баланың ерекшелігі бар ма деген сұраққа өз пікірлеріңізді жазып шығарсаңыздар болады. Және де бұл тапсырма нақыл сөздер берілген. Бұл мәтінде қанша балам болса да қайнатарың бір қазан деген сияқты бір түсініктемесін келтіре отырып, және де қалған өзіңізге түсініксіз сөздер болды, сол сөздердің түсініктемесін ашып жазсаңыздар. Ал егер бұл тапсырма сізге қиындық тудырса, мына тапсырманы орындаңыздар. Бұл жердегі сұрақ: өз айналарыңызда көп балалы отбасылар бар ма? Артықшылығы мен кемшіліктерін бағамдаңыз. Яғни туысқандарыңызда қандай да бір көп балалы отбасылар болды, және де оның артықшылықтары, сіз көрген артықшылықтар мен сіз көрген кемшіліктерді бағамдайсыз. Жақсы ма? Енді бұл үй жұмысына келер болсақ, мәтінде 6-шы тапсырмадағы мәтінді оқимыз. Ол 56-шы бетте, қателеспесем. Және де бұл мәтіндегі қандай стильдер қолданылған? Бұл мәтінде ғылыми стиль ма, ресми стиль ма деген сияқты. Және мұндағы тірек сөздер қандай болды? Демограф деген сөздер бар ішінде, психолог деген сөздер. Сол сөздердің мағынасын ашу, яғни. Және де демография ұлт тағдыры деген сөзді сіз қалай түсінесіз? Демография бізге не үшін қажет па жалпы? Біз демографиялық елміз ба деген сияқты сұрақтарға жауап жазасыздар. Салас формуласының мағыналарын түсіндіру. Бұл жерде үлгі берілген. Жері кең, халқы аз, екеуі бір-біріне қарама-қарсы мағынада қолданылып тұрған сөйлем. Енді тура солай сіз мәтіннен қарама-қарсы болған сөздерді теріп жазасыздар, және де сол сөйлемдерді жасап жібересіздер тапсырма ретінде. Осы аптаның аяғына дейін осы тапсырмаларды күтемін, және де солай бағаланатын боласыздар. Жақсы ма? Сау болыңыздар.